орынбасары Рәпіл Жошыбаев ағамыз қатысып отыр. Оңтүстік Қазақстан облысы әкімінің орынбасары Ұлысбек Сәдібеков ағамыз ортамызда. Алматы облысы мәслихатының хатшысы Серік Мұханов, Қалшыбек Бейсенов мырзалар қатысып отыр. Үлкен рахмет бүгін келгендеріңізге. Мынау қошемет сіздерге арналсын деген үлкен ниетіміз бар. Дорогие друзья, сегодняшний вечер – это благодарность людей за бесценный вклад юбиляра в развитие мировой и отечественной поэзии, культуры, в укрепление дружбы и единства между народами, продвижение идей гуманизма и духовности. И, конечно, сегодня мы говорим также о вкладе Олжаса Умаровича в развитие антиядерного движения. Больше четверти века назад, благодаря движению Невада, Семипалатинск, ядерные полигоны мира замолчали. Сахнада Қазақстанның халық әртісі Роза Рымбаева.
Қазақстан Республикасының халық әртісі Роза Рымбаева. Тойыңыз құтты болсын Олжас аға. Жүзге келіңіз. Көп рахмет, Олжас Омарұлы. Бүгінгі сіздің мерейтойыңыз